Жанел Павлодар қаласында ағасымен бірге тұрып жатты. Ағасы үйленіп, жеңгесі келгелі Жанелдің қабағы бір ашылмады. Ағасына жеңгесін тең көрмеді. Ақыры ағасының жеңгесіне деген көңілін ерекше екенін білген соң, чемоданына киімдерін салып бір-ақ күнде Алматыға аттанды. Алматыға келген соң бірнеше мекемеден жұмыс іздеді. Ақыры аудармашы болып жұмысқа тұрды. Жерлес қыздарды тауып алып, барлығы бір жерден пәтер жалдап тұрады. Жанелдің жасы 24-ке келген қыз. Бір кеңседе жұмыс жасайтын әріптесі Таңсұлу апай осы қызды ұната қоймады. Қос жанары суық, көзінен от емес кек көрінеді осы қыздың, деп Таңсұлу оны мүлдем жақтырмайтын. Ал Жанел жүрген жерінде жеңгесін жамандап, жеңгесі келгенге дейін ағасымен, іні-сіңілісімен қалай бақытты өмір сүргендерін айтып, әріптестеріне мақтанатын. Аружан есімді кеңседегі директордың орынбасары Жанелді жақын тартып, құрбыдай араласып жүретін. Аружанның Жанелге деген ниеті таза, оны тым жақсы адам деп қабылдады. Аружан ашуланса мінезі бірақ адамдарға деген ниеті дұрыс, аңқылдақ қыз. Жанелмен жақын араласып жүргенде Жанел оған: «Ару, білесің бе, маған өзіміз жақтың бір жігіті сөз салды. Қарындасы екеуміз бірге оқыған едік», деді. «Жанелжан, қандай тамаша жаңалық, өзің танисың, білетін адамың, сен келістің бе?» деп сұрады Аружаннан. Мен ойланамын дедім, деп Жанел салқын қабақ танытты. Жақсы көрмейтін адамың ба? Деп сұрады Аружан. Жақсы көрмегеннен бұрын ол адамның түрі ұнамайды, маймыл сияқты, деп күлді Жанел. Жанел, қойсаңшы осындайыңды, ол да адам баласы ғой, деген Аружан Жанелдің тоң боп қатқан қабағына қарады. Негізі Ару, оның Алматыда 2 бөлмелі үйі бар, машинасы, жұмысы бар. Бірақ мен үйленіп кеткен бір жігітті жақсы көремін. Ол да маған кетар емес. Өйткені ол 10 жылдай бала көтере алмай жүр екен. Оның әйелі 10 жылдай бала көтере алмай жүр екен. Оның түрі де келісті жігіт. Жанелдің мына сөзіне Аружан қатты ашуланды. Сенің осы есің дұрыс па? Бойдақ, жағдайы бар, өзің танитын жақсы жігіт сөз салып тұрса, сен қайдағы бір отбасы бар еркекті армандап? Жоқ, Жанел, сен шынымен жындысың. Оның әйелінің бала көтере алмай жүргеніне сен қуанышты сияқтысың ғой. Сен жақсы көріп тұрған адам дұрыс еркек емес. Әйелін қолдаудың орнына оны кінәлап, өзі басқа жақтан көңіл жарастыруды ойлап жүр. Ал сен болсаң, бәріне көнуге даярсың. Ақымақсың, кейін өкінесің. Әрине, өмір сенікі, сен шешімді өзің қабылдайсың. Дегенмен, дәрмен сенің айтуыңа қарағанда саған өлердей ғашық. Дұрыс адамды жолықтырып тұрған тағдырыңа риза болмайсың ба одан да? Мәселе дәрменнің жағдайында ғана емес. Сен Алматыға келгелі құрбыларыңмен қаншама рет пәтерден пәтерге көшіп жүрсің. Мен де солай көшіп жүрмін. Енді ойлан, жаныңда жақсы көретін адамың, өздеріңнің жайлы пәтерің бар. Ай сайын үй иесі келіп, ақша сұрап жаныңды шығармайды. Қыз балаға одан артық не керек? Бұл менің саған айтқан кішкене кеңесім. Қалғанын өзің шеш, деді де Аружан жұмысына кетті. Жанел ойлы да сұраулы жүзімен ұзақ ойланды. Ақыры дәрменге тұрмысқа шығатын болды. Дәрменнің ата-анасы Жанелдің ата-анасының ауылына барып құда түсіп қайтты. Жанел ұзатылып Алматыға кетті. Дәрменнің ата-анасы Қапшағайда үлкен зәулім үйде тұрады. Қолдарында кенже келіні бар. Жанел мен Дәрменнің тойын үлкен мейрамханада 300-дей адам шақырып, жақсы атқарып шықты. Аружан Жанелді дұрыс шешім қабылдады деп қатты қуанды. Жанел үшін қуанған Аружан Жанел мен Дәрменнің тойында шынымен тілектер қабыл болсын деп тіледі. Арада біраз айлар өтті. Жанел шынымен бақытты сияқты болатын. Аружанға Дәрмен туралы жылы сөздерін көп айтатын. Десе де, Жанелдің көзі біртүрлі суық болатын. Оны Аружан отбасылық өмірге енді үйренісіп жатқан шығар деп Жанелге сездіртпеуге тырысты.
уақыт неткен жүйрік. Арада бірнеше жылдар өте шықты. Жанел бала көтере алмай қаншама рет отаға жатты. Ниет болсын деп Дәрмен екеуі намазға жығылды. Күннен күнге Жанелдің Дәрменге деген көзқарасы басқаша бола бастағандай. Оны бірде Аружанға Жанелдің өзі айтып берді. Мен атамның, енемнің аттарымен атаймын. Қайным мен қайынсіңліммен айқайлап ұрсамын. Дәрменге де айқайды басып, үйдегі ыдыстарды лақтырамын. Қаншама рет көршілер мені Дәрмен ұрып жатыр екен деп ойлап, полицияны да шақыртқан. Мен ешкімге бой бермеймін. Дәрменге ажырасайық дедім. Ол мені қатты жақсы көретін айтып, ажыраспайтынын жеткізді. Аружан Жанелдің айтқан әңгімелерін естіп, өз құлағына өзі сенбеді. Мұның не, Жанел? Мен сені сондай адам деп ойламаппын. Неге олай жасадың? Деді таң қалған кейіппен Жанелге қарап. Ішінен мүмкін бала көтере алмай жүрген соң депрессияда жүрген шығар деп тағы бір ойлады. Жанел Аружанға суық та мұңды жүзімен бір қарады да. Атам да, енем де, жалпы қайын жұртым маған ұнамайды. Дәрменге де аса қатты мұқтаж емеспін. Еш шімірікпестен. Сенің есің дұрыс емес, Жанел. Саған емделу керек сияқты. Неге олар саған ұнауы керек? Сен оларға келін, жеңге емессің бе? Сен ғой сол отбасының ұлына тұрмысқа шыққан. Ең болмағанда Дәрмен үшін сыйлай салсаң нең кетеді? Деп Аружан шырпыр болды. Жанелге Аружанның өзіне қарсы шыққаны ұнамады. Орнынан тұрып асығыс екенін айтып кетіп қалды. Жалғыз қалған Аружан ұзақ ойға батты. Арасында өзінде кінәлі сезініп қалды. Менде бір кезінде жынды сияқты Дәрменнің жағдайы бар деп, сол жағдайын айтқаным дұрыс болмаған екен. Мүмкін Жанел шынымен жағдайына ғана қызығып шыға салды ма екен, деп ұзақ ойлады. Орнынан тұра бергені сол еді, Дәрменнің жиен қарындасы Ләйзаны жолықтырып қалды. Екеуі отырып ұзақ сөйлесті. Ләйза Жанелдің ата-анасымен, туғандарымен араласпайтындығын, тіпті Дәрменнің туыстарының тойларына да бармайтынын айтты. Бұл қатын өзін Дәрменнің шын сүйетіндігін білген соң қаттығы тұрды. Көкбеттеніп Дәрменді жұмысынан шығарып алды. Туыс дос-жарандармен Дәрменді араластырмай тастады. Ата-енесінің атына атап, құрдасынша тіке бетінен алады. Күйеуі Дәрменді жұмысың ұнамайды деп шығарып алған аздай, өз ағасымен салыстырып, менің ағамдай бола алмайсың қайыршы деп басынады. Оған да көндік. Ләйзадан Жанелдің қандай қылықтар жасағанын естіп, Аружан шынымен қынжылды. Жанел Дәрменді басқа жұмысқа кірді деп, ақыры өз дегеніне көндіріпті. Жаңа жұмысына кіргені сол екен, маған мынандай қымбат жиһаздар ұнайды. Соны алам деп Дәрменнің басын несиеге де тыққан. Дәрменнің ата-анасының жүрегі ауыртып, олармен Дәрменді де араластырмай тастаған. Аружан жұмысында отырғанда Жанел оған ұялы телефоннан хабарласты. Арука, сәлем, сенімен кездесу керек болып тұр. Не болды, тыныштық па, Жанел? Деп Аружан мазасына бастады. Бәрі жақсы. Сен жұмыстан соң біздікіне келсеңші? Жақсы, онда кездескенше. Аружан телефонды қойды. Жұмыстан шығып, кішігірім қорап конфетін алып, Жанел мен Дәрменнің шаңырағына келді. Жанел оны жақсы қарсы алды. Шелпек пісіріп қойған екен. Дәрмен де үйінде отыр. Бәрі шүйіркелесіп шай ішті. Әңгіме енді басталды. Жанел Аружанға банктен өзіне несие әперуді өтінді. Сені ренжітпеймін, уақытында өзім төлеп отырамын. Қатты керек болып тұр. Өздерің өз аттарыңа неге алмайсыңдар? Деген Аружан сұрағына біз қара тізімге еніп кетіп едік. Аға жеңгелерден қайыр жоқ. Бар үмітім сенде, деді Жанел. Аружаннан Жанел бұл кезге дейін қанша рет қарыз алып, уақытында бермей зар қақсатып, кезінде өз ақшасын әрең алған Аружан. Бірақ осы жолы Жанелдің көңіліне қарады ма, әлде кең жайылған дастарханнан дәм татқан соң ұялды ма, белгісіз, Аружанға келісті. Ертеңінде Жанел екеуі банкке барып несие рәсімдеп алды. 500 000 теңге. Уақыты жеткенде өзіміз төлейміз деген Жанел Аружаннан қашқақтай бастады. Банктен де Аружанға жиі хабарласып мазасын ала бастады.
Аружан Жанелге хабарласып, ақшаңды төле деп айтып, ақыры екеуі сөзге келіп қалды. Жанелдің шынайы бейнесі ашылды. Аружанға аузына келгенін айтып, бетін көрместей ауыр сөздерді жаудыртты. Ақыры дәрменнен де төбелесіп тынды. Үйленгеніне аттай 8 жыл өтсе де бала көтермеді. Емдел дегендермен жолсып бітті. Онымен қоймай намаз оқимын, қарғаймын деп елді қорқытудың шебері болып алды. Жанелдің бар ойы дәрменнен бала көтермесе, басқадан бала көтеріп алып, дәрменнен кетуді ойлады. Байғұс дәрмен бәріне көніп бақты. Туған ағам сияқты жатайым жасай алмадың, еркек емес есің, деп әдейі дәрменнің намысына тиетін ауыр сөздер айтатын. Дәрменнің анасы жүрек сырқатымен төсек тартып жатқанда халін білуге де жарамады. Енесінің үйіне басында сұқпады. Енесі ақыры өмірден өткенде келін болып жоқтау айтуға да жарамады. Өлсе де одан әрі деп жаназаға да бармады. Сондай көкбеттігіне шыдап жүрген дәрменді таныстары мен туыстары шынымен намысы жоқ сыртынан сөге бастады. Құдайдың құдіреті шығар, бір күні Жанелдің аяғы ауыр екенін білді. Жанел шынымен енді өзгеретін шығар деп сенген дәрменнің көңілі су сепкендей басылды. Мен мынаған жерікпін, сені көргім келмейді, баламды туамын да сенен кетемін деп бұрынғысынан бетер қиғылық салды. 2 қабат қой, солай мінезі де өзгерген шығар деп үндемей жүрген дәрменді Жанел басынған үстіне басынды. Айы күні жетіп өмірге қыза келді. Атын менің туыстарым қояды деп туа сала жындылығына тағы көшті. Дегені болды, асылым деп қызының атын Жанелдің анасы, яғни нағашы әжесі қойды. Бір таңқаларлығы, Жанелдің осы мінезіне өз әке-шешесі көз жұма қарады. Тоқтауда салмады. Ал Жанелге де керегі сол болған-ау. Туып алған соң қайын жұртпен араздығын одан әрі жалғастырды. Жанелдің бар арманы дәрменнен кету болды. Дәрменнің де шыдамы бітті. Бір күні ұрыс үстінде Жанелдің бетінен салып қалды. Іздегенге сұраған дегендей Жанел баласын алып тайып тұрды. Араға бір ай салып, дәрменге ажырасуға ахат бөлімінен шақырту келді. Дәрмен де шаршаған, сөзге келмей келісім беріп, екеуі заң жүзінде ажырасты. Дәрмен бұрынғы жұмысына қайтып орналасты. Енді бәрі реттеле бастағандай еді. Жанелге қоңырау шалып, қызын көргісі келетінін айтты. Әрине, Жанел келісім бермеді. Дәрмен сотқа қайта шағымданып, әкесі ретінде көру құқығына ие болды. Дәрмен Айназ есімді жолдасы қайтыс болған келіншекпен сөз жарастырып, екеуі отау құруға ниеттеніп жүрді. Ал бұндай хабардан соң Жанел Дәрменге хабарласып, әйелге жаным ашиды, бақытсыз болады сорлы, деп тұтқаны қоя салды. Дәрмен қатты ашуға булықты. Үйінен атып шығып, көлігіне ашуланған күйі отырды. Ашумен Бағдаршамның түсін байқамай, қарсы беттегі көлікпен соқтығысады. Әттең, сол көлік апатында Дәрмен көз жұмды. Жанелдің армандары орындалу үшін Дәрмен құрбан болу керек пе еді. Неге? Деп Дәрменді жоқтаған туыстары ащы зары көпшіліктің құлағында көпке дейін қалып қойды. Дәрменнен ажыраса да оған тыныштық бермей, оны жазалайтындай Дәрмен Жанелге не жамандық жасады. Керісінше жақындары теріс айналса да, кесір мінезін көре тұра бәріне де көнді емес пе? 9 ай 10 күн көтерген анасы дүниеден өтіп жатқанда жанында болмағанына да, демеу болмағанына да кешіріммен қарады ғой. Әлде солай қарамау керек пе еді? Ал тас жүрек Жанел бүгін де өзін бақытты санайды. Қазақта Құдайдан қорықпағаннан қорқа біл деген сөз Жанелге арналғандай. Себебі 10 жыл отасқан жарының қазасына да бармады. Қабырғасы қайыспады. Тас жүрек емей не дейді бұны? Деп зарлап Дәрменнің әкесі мен туғандары қалды артында. Дәрменнің отбасы келгелі Жанел өз жоспарын жасап келді. Сүйгендігі үшін, сол сүйгенінің тірлігіне көнгені үшін соңында Дәрмен неге жазалану керек болды деген қарындасының зары көп адамды өмірге деген көзқарасына ойландырып тастады. Соңы